Танымал айтыскер ақын Ринат Зайытов полиция жұмысына қатысты сын айтып жаңа жазба жариялады. Бұл туралы ақын өзінің фейсбуктегі парақшасында жазды. Жазбада қаңтар оқиғасынан кейін полицейлердің Назым есімді қызды тергеу кезінде Ринат Зайытов жайлы да сұраған айтылады. Қаңтар оқиғасынан кейін біздің елдегі полиция жұмысы титтей болса да жақсы жаққа өзгеруге тиіс еді. Әттең, қанды қаңтарда бір мезетте жоқ болып, тығылып қалған сақшымақтар қайда тайраңдамақшы екен. Сөзімнің дәлелі мына кісі баласы, есімі Алмат Ырғалиев екен. Қазақтың қаршадай қызын жазықсыз, заңсыз көшеден ұстап алып, қылқындырып бөлімге сүйреген палуан. Назым қарындасымызды кабинетіне кіргізіп алып, жанында тағы біреулер бар. Тергеген кезінде мен жайлы да сұрақтар қойыпты, деп жазды Ринат Зайытов. Айтыскер Наурызбай аудандық полиция бөлімшесіне Назымды және бір топ тәуелсіз журналисті ертіп баратынын айтты. Білгісі келген ертең бетіме айтсын, сұрайын. Ол кісі баласына қазақ қыздарының сұрауы жоқ деп айтқан кім? Қандай заңға сүйеніп қорғансыз қызға күш көрсетті? Зайытовтан экстремист жасаса деп кім бұйырды? Осынша қорлыққа үндемей отыратын мал емес біз. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаның уәде еткен өзгерістері шынымен басталса, погонын пайдаланып ойына келген істейтін полицейлерді жұмыстан шығарып жауапқа тартуын талап етемін, деп жазды Зайытов.